Платежи деген басамыз. Все штрафы и налоги, платежи для ИП. Нажаға обязательно пенсионный взносы деген таңдаймыз. КНП 0,10. Период оплаты біз февральда январь үшін төлеміз 2024. Ин плательщикке өзіміздің жазамыз. Ин работника тоже өзіміздің жазамыз. Мына жақта аты жөніңіздерін шығады. И біз жазамыз минимальная зарплата көлемде 8500 теңге. Дейміз да. Выберите счет оплаты. К оплате дейміз да. Төлейміз. Келесі төлем. Платежи, все штрафы и налоги, платежи для ИП, социальное отчисление деген кіреміз. Выберите тип платежа деген жерде социальное отчисление КНП 0,12 деген таңдаймыз. Период оплаты таңдаймыз январь 2024 деп. Ин плательщик өзіміздің жазамыз. Ин работника тоже өзіміздің жазамыз. И суммасын жазамыз біз 2975 теңге. Бұл минималкадан зарплата көрсеткен кезде ғана төленетін сумма. Төлейміз. Келесі төлем платежи, все штрафы и налоги, платежи для ИП и взносы на обязательное социальное страхование для ИП деген төлеміз. Период оплаты нақты КНП 122 деп тұрады. Период оплаты январь 2024 десте иіңізді жазасыз. Продолжить дейсіз. И мына жақта аты жөнін шығады. Мына 5950 теңге. Продолжить дейсіз, төлейсіз осыны. Келесі төлем, платежи все, штрафы и налоги, платежи для ИП, потом обязательно пенсионный взнос работодатель деген таңдаймыз. Выберите тип платежа деген жерде обязательно пенсионный взнос работодателя КНП 0,89 деген таңдайсыз. Период таңдайсыз январь 2024 дейсіз. Иін өзіңіздің жазасыз. И мына жаққа суммасын жазасыз. 1275 теңге деп. Счет оплаты таңдайсыз. И к оплате дейсіз да. Төлейсіз. Осы міндетті төлемдерді, яғни 4 төлемді әр айдың 25-шін төлеуіміз қажет.